Сәлеметсіздер ме, құрметті мұғалімдер? Біз енді осы тапсырмаларымызды алып болғаннан кейін, біз мысал үшін мына тапсырмамызды аламыз ғой, соның нәтижесін қайдан көреміз деген секілді. Алдында мен видео салғам, содан нәтижесін көре аласыздар. Осы нәтижені ашқаннан кейін, мысал үшін 56 жауап бар. Оның ішінде бір оқушы 2 рет тапсыруы мүмкін, немесе 3 рет тапсыруы мүмкін. Сводкадан бассаңыздар көрінеді. Осы сводканың ішінде біз көріп тұрмыз қанша балы, осы 40 балдың ішінде 25 балы, оның ішінде міне 25-40-тың ішінде, оның ішінде міне 5-еуі диапазонда қалай жауап бергендері көрініп тұрады. Мысал үшін жеке-жеке қарап шығуымызға болады, немесе полностью бір тапсырған балаларды бір қарап шығуларыңызға болады. Ең жақсы тапсырған диаграмма арқылы көрулеріңіз болады. Сыныптар бойынша көрулеріңізге болады. Бірақ енді мына жерде әртүрлі жазып қойған балалар. Ә классын былай жазған, біреулері жай ғана А деп жазған. Сондықтан оқушыларға айтуымыз керек, біз мысалы литрлері әртүрлі болса, олар тек қана бір класты ғана жазу керек. Міне 10А, немесе былай ғана жазсын 10А деп, немесе 10Ә деп, болды, басқа керек жоқ. Мысалы мыналар жай ғана 10 деп жазып қойған, сондықтан мына жерде кішкене қиыншылық туады көруімізге. Сондықтан балаларға мысалы бір параллель 7-ші класс 8 класс болса, немесе 6-шы класс 5 класс болса, олардың параллельдің ішіне бір тапсырма беруімізге болады. Өйткені барлығын тексеріп біз үлгермейміз. Сондықтан осындай бір мүмкіншіліктері барда, мына жерде тек оқушыларға біз айтуымыз керек. Әр тапсырмада оқушы өзінің сыныбын, литрін тек қана осылай ғана жазыңдар деп, кіші әріппен болды. Мұнда да 10А, 10А деп. Сонда мен жерде жақсы анық көріп тұрар едім. Мына 10-ша класстары мындай, 10Әлер мынандай деп. Енді осының ішінде ответыйды басып тұрмыз ғой біз. Сұрақтар бойынша іздеуімізге болады. Міне сұрақтар бойынша іздеп қарап шығуымызға болады. Мысалы, оқушыны таңдауыңға болады. Немесе бір сұрақты таңдайық. Мына сұраққа қанша жауап бергенін біз міне көре аламыз. 46 ответ, оның ішінде 40 жауаптың каждый 5-5 балдан деп санауымызға болады. Мынада мысалы 8 ответ, оның 8-і дұрыс емес деген сөз. Мына жерде мысалы біреу, сол секілді қалған сұрақтарды да көруіміз. Мынаны басатын болсақ, басқа сұрақтарды көре береміз. Міне қанша сұраққа қаншасы дұрыс жауап бергендігін. Онымен қатар отдельный пользователь дегендер бар, жеке пользовательдер. Жеке оқушыларды қарап шығуларыңызға болады. Жеке-жеке, мысалы бірінші тұрған бала қалай жауап берді, екінші тұрған бала қалай жауап берді. Мысалы Айбек Абджалал деген бала бізге мындай жауап берген екен. Мысалы бірінші сұраққа қате жауап берген, оның дұрыс жауабын мен итак көрсетіп қойдым. Екінші сұраққа дұрыс жауап берген, үшіншіге мысалы қате жауап берген. Осындай міне мүмкіншіліктері бар. Міне соңғы сұраққа да дұрыс жауап бермеген. Мына есепте мысалы дұрыс жауап берген. Осы баланың жалпы балын көріп отырамыз. 20, 40-тың ішінен 20 бал алған. Енді келесі балаға өту үшін мына жерде сіздер бірінші адам деп тұр ғой, екіні басып қалуларыңызға болады, немесе мынаны басуларыңызға болады. Следующий оқушы шығады сонда. Міне Бегемова Даяна, оның қандай жауап бергенін жеке-жеке көріп шығуымызға болады. Барлық оқушыны көріп, оларды жеке қалай жібереміз. Енді осыдан келген ответтердің барлығын біз Excel-ға айналдырамыз. Мына Excel-ді мысалы мына жерде көріп отырмыз. Скачать можно былай, немесе қағазға шығарып алуымызға болады. Немесе мына Excel-ді түгел ответті Excel-ға айналдырасыңдар. Осы Excel-ға айналдырып болғаннан кейін міне мынандай нәтиже шығады. Осы нәтиженің ішінен біз бұл Excel-ді скачать етіп алуымыз керек. Яғни мұнда барамыз, файл, сосын скачать. Өзімізге жеке оны сақтап аламыз. Міне оның типі PDF-та ма, әлде Excel-да ма? Міне PDF-тан көрі Excel жақсы ертең. Сортировка жасаймыз осыған қарап. Міне осы Excel-ді сақтағаннан кейін ол жерге түседі ғой, міне осыны басып ашуларыңызға болады. Одан кейін балаларға түсінікті қылып айтуымыз керек еді. Жаңа мынау көп балалар түсінбеген ау деймін мына жерде. Балалардың жауаптары әртүрлі болып кетті.
сыныптары мысалы барлығы бір А деп қана жазу керек. Міне осындай нәтиже. Осы нәтижеден біз енді қалай аламыз? Мынаның басын барлығын ерекшелеп аламыз. Бірді басып қалсаңыздар барлығы ерекшеленеді мысалы. Осыдан сендер вставка немесе данныйдың ішіне кіріп жай фильтр қоя салуыңызға болады. Міне фильтрді жай ғана қоясыздар. Осы фильтрдің ішінен тек қана бір класты ғана таңдайсыздар. Мысалы 10А. Мынау баланы көріп алайық енді. 10дарда мыналар барлығы тапсырған, бірақ олар 10-шы класс. 10-шы Ә классы. Енді 10-аны көрейік. Үстіп біз тазалап алуымыз керек. Балаларға соның чаттарына жазып жіберіңіздер, қандай класс өздерінің нелерін ғана жазады. Немесе тізім бойынша біз дұрыстап шығуымызға болады. Әр баланы аты жөнін сосын сынып бойынша дұрыстап қоюларыңызға болады. Сонда сортировка жасағанда тез жасалынады. Мынаның барлығын выделять етеміз де бастаймыз. Мынау 10А. Мынау 20-дан 15 алған максимальныйын ала салайық. Мынау бізге екеу керек жоқ, екі жауабы деді. Так, бегима, так, 35-ін алайық жарайды. Жақсы тапсырдың деп. Одан кейін міне сымбат, әріп сымбаттың 25-ін алайық. Бәрі 40-қа жете алмаған, олар көріп отырмыз мінеке. Үстіп бірінші бір баланы екі рет тапсырған алайық. Міне тағарып сымбат тағы бір рет тапсырыпты. Осы деп үстіп сортировка жасап өз сырымыздың ішінен диаграммасын шығаруымызға болады. Қай дұрыс жауапқа қанша жауап берген, мынаны выделять етіп вставка диаграмма деп алуларыңыз болады. Сөйтіп оқушыларға жібере аласыздар, қаншадан қанша балл алғандарыңызды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Керек болса қарауларыңызға болады. Мектептің YouTube каналына салып қойыңыздар.